Қасише. Жақсы. Фу, немене үстіңізде майдың иісі жаман шығып кеткен ғой. 5 литр майды бүйтіп құйғансыз ба, не істегенсіз? Өткенде Дәулеттің парақшасында айтқан жоқ па? Әйел деген күйеуін жұмыста әп-әдемі болып күтіп алу керек деп. Қарамайсыз ба өз-өзіңізге? Дәулеттенің айт басымды ауыртпасын білме, оттай бермесін деп айтты, жегешем деп айтты. Азынан кешке шейін 6 бала шалғанмен үйде тамақ пісіріп, ары-бері жүгіріп жүрсең көрер едім, май сасымаған. Ойбай, оттай бермесін деп қойсыз. Өткенде карантинде 42.500 алған кезде, жақсы болды. Осы баланың арқасында 42.500 алдық. Декретіне миллион алған кезде де жақсы бала екен, алтын бала екен осы бала деп жатыр едіңіз ғой бүгінге. Сол Дәулеттен ба? Иә. Енді сен де бір Дәулеттен деп айтпайсың ғой маған? Айттым ғой, Дәулеттен деп айттым ғой. Сен Дәулеттен деп айттың. Дәулеттен деп айту керек еді. Какая разница? Дәулеттен болды емес па? Адам жынына тиме, тырнағына да татымайсың сол Дәулеттеннің. Енді қызық бар ғой, Дәулеттен деп айтты ма? Әп-әдемі Дәулеттен деген жігітті Дәулеттен демей. Еркекпін мен, тек бір сөйлеп жұлқынатын